Баршаңызға сәлем. Бүгін біз оккупант фильміне шолу жасайтын боламыз. Бастамас бұрын арнаға тіркеліп, міндетті түрде лайк батырмасын басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Еркекті тоқшылық құртады, әйелді жоқшылық құртады дегенді естіген боларсыз. Ал бұл жерде бәрі де басқаша. Фильм керемет жарнамадан бастау алады. Бұл Хавьер, жарнама жасайтын керемет маман, өзіне жұмыс іздеп жүр. Дегенмен компания өздеріне жастау маманның қажет екенін айтып, оны жұмысқа алудан бас тартады. Оның тіпті парковкаға төлейтін ақшасы да жоқ еді. Іштегі қыз көмектесіп үйіне қайтады. Жұмыстың жоқтығы жанын жегідей жейді. Дегенмен ол әйелінен бәрін жасырып, интервьюдің жақсы өткенін айтады. Келіншегі үйдің арендасының өте қымбат екенін айтады. Көлікті сатып, арзан өздерінің үйіне көшкен дұрыс болар деп өз ойын білдіреді. Бірақ Хавьердің көшкісі жоқ еді. Ол ұлы Денниге келіп, ештеңе уайымдама, тек бірнеше айға көшеміз. Кейін қайтадан барлығы орнына қайта келеді дейді. Денни мектепте буллингке ұшырап жүргенін жасырмайды. Хавьер үй жұмысшысын метроға әкеліп, келіншекке енді оның жұмысы болмайтынын, себебі көшіп жатқанын, сондай-ақ ақшадан қиналып жүргендерін айтады. Келіншек жылап, ашуланып, кілтті бетіне лақтырып кетіп қалады. Солай не керек, отбасы үйдегі барлық дүниені алып, арзан районға өздерінің үйіне көшуге мәжбүр болады. Ал Хавьер болса барынша жұмыс іздеп, мотивациялық курстарға баруын тоқтатпайды. Ол өзінің бұрынғы бір танысына келіп, интервьюден өтеді. Олар оны жұмысқа алатын болып келіседі. Дегенмен контрактте 3 ай бойы тегін жұмыс істеуі керек екені көрсетілген еді. Хавьер қатты ашуланып, өзінің көлігін теуіп, бүлдіріп тастап, артынан осы ісі үшін қатты өкінеді. Ол көліктен бұрынғы үйінің кілтін тауып алып, сол жерге келіп, үйге көшіп келген жаңа пәтер иелерін көреді. Үйге келіп келіншегін сүйеді. Дегенмен оның үстінен тазалайтын заттың иісі шыққанын жақтырмайды. Ертеңіне таң атпай қайтадан өзінің бұрынғы үйіне келеді. Үйдің ішіне кіріп, үй иелерінің суреттерін көріп, ішін үлкен қызғаныш сезімі билейді. Ол осы жерде туалетке шығып, заттарын тінтілеп, артынан үйіне қайтады. Өзінің ұлына келіп, бірге уақыт өткізбегенін айтып, ұлын далаға жүгіруге алып шығады. Дегенмен шамалы жүгіргеннен кейін, ұлының жүрегі айнып, құсып, үйге қайтуға мәжбүр болады. Хавьер ұлына қатты ашуланады. Ал келіншегі күйеуінің бұл қылығын жақтырмайды. Солай екеуі сөзге келіп қалады. Кеш батып, Хавьер қайтадан бұрынғы үй иелерін бақылауға келеді. Үйге келіп, барлық жарнамаларды тоқтаусыз қарай береді. Таңертең әдеттегідей пәтерге қайта келеді. Ол жұмыс үстелі ішінен отағасының нөмір жазылған фишкаларын тауып алады. Бірақ не үшін екенін түсіне алмайды. Сондай-ақ компьютердің ішінен оның арақ кесірінен апатқа ұшырап, келіншегі мен қызының жарақат алғанын көреді. Хавьер осы еркектің күнтізбесінен шіркеуге баратынын біліп, шіркеуге келеді. Бұл анонимді алқаштар кеші еді. Хавьер де өзгелер секілді орындыққа отырып, барлық араққа тәуелді адамдардың әңгімесін тыңдап, 2 сағат сырғып өтеді. Ең соңында өзінің осы топқа деген рахметін білдіріп, осы арақтың кесірінен келіншегі мен қызынан айырылғанын және олардың жанын жаралағанын айтады. Түсінгеніміздей, бұның бәрі ойдан құрастырылған әңгіме еді. Артынан Томас оған келіп, Хавьерді түсінетінін айтып, өзінің 1 жыл бойы арақ ішпей жүргенін және оның да қолынан келетінін айтады. Солай екеуі жақын жердегі кафеге кофе ішуге келеді. Екеуі бір-бірімен жақсы әңгімелесіп, Томастың транспорттық компанияда вице-президент екенін біледі. Оның келіншегі Лараның кішкентай қызымен аз уақыт өткізетіні үшін жалып жасайтынын жасырмайды. Не керек, бір-біріне рахметін айтып, Хавьер Томастан өзіне көмек керек екенін және оған көмектесе білетін адамның керек екенін айтады. Сондай-ақ Барселонаға жақында көшіп келгені себепті ешкімі жоқ екенін айтып, Томас оған көмектесіп көремін деп шешім қабылдайды. Хавьер өзінің көлігін сатпайтын болып шешеді. Үйіне оралып, өзінің сабақтан келгенін айтып, бәрінің бұйырса орнына келетінін айтады. Таңертең әдеттегідей өзінің бұрынғы үйіне келеді. Үй иелерінің барлық күнтізбесін тексеріп, өзіне тіпті аударып алып, компьютерден бәрінің уақытын ауыстырып тастайды. Терезеден көршінің итінің уланып өлгенін көреміз. Бұл Хавьердің ісі еді. Көрші кафеге келіп, сырттан Томастың отбасын бақылап отырады.
Ол күнтізбеде бәрі бұрыс болғаны себепті қызын алып кетуге келмеген болатын. Ашуланған Томас кафеге келіп, ішімдік ішкісі келіп, дегенмен өз-өзін қолға ұстап шығып кетеді. Ал Хавьер болса, осының бәрін бақылап отырады. Томас анонимді алқаштар кешінде арақтан бас тартудың өте қиын екенін және кез келген нәрсенің триггер екенін айтады. Осы кеште Хавьер өзінің енді өз өмірін қолға алатынын және өзінің орнын алып қойған адамдардың оған лайық емес екенін, енді ешкімнен сұрамай-ақ өзіне тиесіліні қайтаратынын айтып, өзінің жаңа проекті бастағанын айтады. Кештен кейін қайтадан Хавьермен бірге Томас кафеге келеді. Жаңа проекті жайлы сұраған Томасқа құпия деп Хавьер ештеңе де айтпайды. Екеуі кофе ішіп, әңгіме айтып отырады. Томас Лара мен Мониканың суретін көрсетеді. Хавьер еркектің жолы болғанын айтып, өзінің келіншегінің суретінің жоқ екенін айтады. Томас оны кешкі ас ішуге үйіне шақырады. Солай, ертеңіне гүл алған Хавьер Томастың үйіне келеді. Оны бақшадағы жұмысшы Дамиен байқап қалып, келіп, оның бұл жерде не істеп жүргенін сұрайды. Хавьер почтаға келген қағаздарды алуға келгенін айтып, шындықты жасырып қалады. Кешкі асқа келіп, Лара және Моникамен танысады. Томас осы үйді бір көргеннен ұнатып, арендасының қымбаттығына қарамастан бірден жалдағанын айтады. Кешкі ас үстінде Лараның қайырымдылықпен айналысатынын естиміз. Ол сырттан келген иммигранттарға документ алып, отбасымен қауышуға көмектесетінін. Осы кеште де Томас пен Лара сөзге келіп қалады. Ас бөлмеге келген Хавьер Ларамен әңгімелесіп, оның өте керемет келіншек екенін айтып, Томастың тәуелділігіне қарамастан, онымен бірге екеніне тамсанады. Ал өзінің осы арақтың кесірінен келіншегімен ажырасып кеткенін айтады. Таңертең Дамиен Моникаға гүл сыйлап, Томастан бұрынғы квартиран Хавьер жайлы сұрайды. Томас ол жайлы ештеңе білмейтінін айтады. Дамиен өзінің шатыстырғанын айтып кешірім сұрайды. Осы кеште Хавьер парковкада отырып, өзінің көлігін барып столбаға әдейі соғып, Томасқа хабарласып көмек сұрайды. Томас келгенде оның қолында бір бөтелке шарап бар еді. Томас тіпті бір жұтым арақ ішпеуі керек екенін айтып, араққа аллергиясы бар адам сияқты қарауы керек екенін айтып, өзінің арахиске аллергиясы бар екенін, егер жесе өліп қалатынын айтады. Хавьер кеше Лара екеуінің отбасылық өмірін көріп, қатты қызғаныш сезімі бойын алғанын жасырмайды. Томас бұның бәрі Лараның әкесінің арқасында екенін, транспорттық компанияның бастығы Лараның әкесі екенін жасырмайды. Хавьер телефонының қуаты өшіп қалғаны себепті Томастан телефонын сұрайды. Ол Томастың телефонынан өзіне поштаға көмек сұрап жазып, өшіріп тастайды. Артынан Хавьер осы болған жағдай жайлы Лараға тіс жарып айтпауын өтінеді. Хавьер келіншегіне көлікті сатып жібергенін, бірнеше күннен кейін ақшасы келетінін айтады. Осы кезде оған Дамиен хабарласып, кездесуі керек екенін айтады. Ол Хавьердің бірдеңе ойлап жүргенін білетін. Томас келіншегіне кездесуден келдім деп алдайды. Оның киіміндегі иісті сезіп, келіншегі шындықты сұрайды. Томас барлығы қалай бар, солай айтады. Дамиен мен Хавьер зоопаркте кездеседі. Дамиен Хавьерден іш киім әкеліп беруін сұрайды. Лараның емес, кішкентай қыз Мониканың іш киімін әкеліп беруін сұрайды. Түсінгеніңіздей, ол педофил еді. Амалы жоқ Хавьер іш киімді алуға келеді. Ол Лараға ұсталып қала жаздайды. Себебі Лара оған хабарласып кездесуді өтінеді. Хавьерден күйеуіне енді жақындамауын сұрайды. Себебі Хавьердің күйеуіне кері әсер еткенін қаламайтын. Дегенмен Хавьер келіншекті алдап, сол авария болған кеште керісінше өзіне Томастан хабарласқанын айтады. Солай өзінің жазған хатын Лараға көрсетеді. Өзі күйеуіне әрең сеніп жүрген келіншек үйге келіп қырғын шығарады. Мұны психопат Хавьер сырттан бақылап тұрады. Томас ашуланып Хавьерге хабарласады, бірақ ол телефонды алмайды. Хавьер қызыл бұрыш спрейін заказ беріп, ішіне арахистің майын құйып, барлық қораптарды қоқысқа лақтырып тастайды. Мұны келіншегі сыртынан бақылап тұрады. Келіншегі Хавьердің ізіне түседі. Ал мұны байқап қалған Хавьер таксиден түсіп қалып сабаққа келеді. Дегенмен мұғалім оның бөлмеден шығып кетуін өтінеді. Келіншегі кеткенше шыдап артынан сабақтан кетіп қалады. Таңертең Дамиенге іш киімді әкеліп беріп, осымен бәрі бітті деп ойлайды. Дегенмен еркек камера әкеліп,
Мониканың жатын бөлмесі жақсы көрінетін жерге қоюын өтінеді. Хавьер оның ауру екенін айтып жасаудан бас тартады. Дегенмен Дамиен оны полицияға беретінін айтып қорқытады. Хавьер түнделетіп Дамиеннің жұмыс істейтін жеріне келіп, барлық шөп кесетін аралардың ішіне май құйып кетеді. Ал таңертең Томастың жұмысына келеді. Әдейі Томасты ашуландырып, өзін ұрғызып қарап тұрады. Дамиен арадан өрт шығып, қатты күйіп қалады. Осы кезде Хавьер Лараға келіп, Томас өзін ұрғанын және Лара екеуінің арасында бірдеңе бар деп қызғанып жүргенін, сондай-ақ оны қайта ішіп жүр деп лапшаны құлағына жақсылап біледі. Ал өзі жасаған спрейді келіншекке беріп, мүмкін керек болып қалар, үйіңде сақтап қой деп тастап кетеді. Хавьердің келіншегі көліктің ақшасының қайда екенін сұрап ашуланады. Оған еркек жауап қатпай, киімдерін жинап, өзінің кетіп бара жатқанын айтады. Ол хостелге орналасып, Лараға хабарласып, гимнастикадан чемпионат болып жатқанын және онда таныстары бар екенін айтып, Мониканы апарайық, көңіл аударсын дейді. Солай Моника мен Лара гимнастикадан дайындықты көруге келеді. Артынан суретке түсіп, әдейі осы суретті ол Томасқа лақтырады. Лара мен Мониканы үй жағына әкеліп тастап, Томастың осы жерде күтіп отырғанын байқайды. Өзі күткендей Томас ішке кіріп, есікті аш деп Лараның мазасын алады. Екеуі ұрысып жатқанда келіншек спрейді Томасқа шашады. Ал Томастың осы ішіндегі арахисқа аллергиясы бар еді. Қорыққан келіншек Хавьерге хабарласады. Ол бірден ішке келіп, Мониканың қасына бар, мен полиция шақырамын дейді. Ол қолғап киіп, спрейді ауыстырып полицияға хабарласады. Осы кезде Томас көзін ашады. Дегенмен Хавьер ойланбастан оны тұншықтырып тастайды. Полиция келіп, барлық жаңалықтан танымал бизнесменнің аллергиядан қайтыс болғанын хабарланады. Міне, Хавьер өзінің жұмысына қайта оралып, Лараға үйленіп, Томастың орнын бірден басып алады. Хавьерге экс-келіншегі келіп, өзінің барлығын білетінін, оның спрейге әдейі арахис майын құйғанын білетінін айтып, полицияға барып, бар шындықты айтамын деп қорқытады. Хавьер болса, барсаң бар, мен ұлымның атына ашқан шотты жауып, сенің өмір сүріп жатқан пәтеріңді сатамын. Көк тиынсыз далада қаласың дейді. Артынан өзінің қайын атасымен кездесіп, жағымпазданып жүреді. Ол өзінің қымбат хан сарайындай үйінен далаға есік алдына қарап тұрады. Міне, басына түскен қиындықтан ол осындай жолмен құтылады. Кино сізге ұнады ма? Сіз Хавьердің орнында болсаңыз, қиындықтан қалай шығар едіңіз? Пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл біз үшін өте маңызды.